Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көшенікінен қалыспайтын, тіпті одан да дәмді шығатын, тауықтан жасалатын лаваш дайындайтын боламыз. Мен тауықтың сан етінен пайдаландым, сонымен жасасаңыздар өте дәмді шығады. Алдымен етімізді жақсылап жуып құрғатып аламыз. Үстінен 1 шай қасық тұз, қара бұрыш, кристаллик және 1 шай қасық томат пастасын саламыз. Қолымызбен жақсылап барлық жерін араластырып аламыз. Мариновканы күтудің қажеті жоқ. Дәл осы күйінше алып, сковородкамызға май құйып, қуырып аламыз. Орташа отты жақсылап қызарғанша 10-15 минут қуырып аламыз. Біркелкі пісіп шығу үшін келесі бетіне ауыстырып отырыңыздар. Еттің піскені-піспеген осылай тексеріп көрсеңіздер болады. Егер піспеген болса, ішінен қанды су шығады. Енді лавашымыздың көкөністерін турап аламыз. Егер сіздер пияздың ащы болған қаламасаңыздар, мен сияқты салқын суға алдын ала салып қойсаңыздар болады. Етімізді сүйектерінен ажыратып турап аламыз. Мен лавашқа соус ретінде майонез және кетчуп пайдаландым. Егер сіздер қаласаңыздар, сметана немесе кетчуптың өзін пайдалансаңыздардан болады. Соусымызды осылай жағып, үстіне турап алған заттарымызды салып шығамыз. Мен 3 дана лаваш дайындаймын, сондықтан турап алған еттерімізді 3 бөлікке бөліп салып аламыз. Лавашқа ерекше дәм беру үшін қуырып алған еттен қалған майды құйсаңыздар болады. Көкөністерімізді салып алған соң, лавашымызды асықпай жайлап орап аламыз. Енді лавашымыз қытырлап одан да дәмді болу үшін сковородкаға шеттерін қызартып қуырып аламыз. Мінекей, біздің лаваштарымыз да дайын болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарына ұнайды деген сенімдемін. Егер видео ұнаған болса, маған қолдау ретінде видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.